жаным ботам, бақыт болсын ақ босағам. Ай шуағым менің, артта қалды елім, барған жерің әркез мақтап жүрсін сені. Жүгі болмас жеңіл, солай екен өмір, бой жетіпсің күнім, сенбегенмен көңіл. Жарқыраған күнім, қошаман бол қызым, барған жерде бағың жансың. Жүрегімнің гүлін үзіп бердім бүгін, жаным ботам, бақыт болсын ақ босағам. Жарқыраған күнім, қошаман бол қызым, барған жерде бағың жансың. Жүрегімнің гүлін үзіп бердім бүгін, жаным ботам, бақыт болсын ақ босағам. Жүрегімнің гүлін үзіп бердім бүгін, жаным ботам, бақыт болсын ақ босағам. Келінмін, асқаралы ата көрген, атамда өсіп өндеп бата берген. Ақ батаң қабыл болды ардақты әке, немерең отау тікті дара көрген. Дәл бүгін мерейленіп таңым атқан, аттаған босағанда жаның дәппәр. Қош келдің қасиетті топыраққа, мен келін болған, біз келін болған шаңыраққа. Келінмін, бір әулетке мен де көнім, келін боп неке қидың сен де бүгін. Отауың орда болып бектесін, бәрі де өзің үшін мен де көнім. Дәл бүгін мерейленіп таңым атқан, аттаған босағанда жаның дәппәр. Қош келдің қасиетті топыраққа, мен келін болған. Қалған туған үй атаң қалды, анаң қалды, артыңа қарайлама, бірақ қалқам демекші. Ал құрбым, бүгін ұядан ұшқан күнім, барған жерде бағың жансың, бір әулетті тербетер келін бол, салихалы ана бол. Әгугай құрбым, қабыл ал.
айналып бала күнің ай басталғалы тұр енді жаңа өмірің құрбым Yanına iyi vakti olsun, çok güzel olsun, kızartlar kıldaşın olsun. Ahmetcan, silkelet bağımız sebepler olsun, beli jaladan saklasın, kısıktan saklasın, oң жақтан, сол жақтан келе жатқан ауыр індеттерден, жамандықтан сақтасын өздеріңді. Әрқашан бақытты болыңдар, ұзақ ғұмырлы өмірлі сүріп семья болыңдар. Ой, құтты болсын әрі, көйде. Апалар келіңіздер, жалпы биге шығамыз, қонағайлар.
Gözüm nişanlı bir görgenden aşık ol ona dursandı gülüm dep qara didarına qarayman gülüm dep qara ak gülmenge gülüm nişanlı bir görgenden aşık ol ona dursandı gülüm dep qara didarına qarayman gülüm dep qara Süyemen seni darada Gözümden bilesem olamma Seni şanzada gidara Tamara Süyemen seni darada Gözümden bilesem olamma Seni şanzada gidara Tamara Şimdi böyle oylama Süyemen seni dara Gözümden bilesim bulanma Seni şanzada gidara Tamara Süyemen seni dara Gözümden bilesim bulanma Seni şanzada gidara Tamara
Beyni de çalgasam. Otası Aldiyara Veli'yle bana diyeceğim. Orkut'tan yine. Sırayla biliyoruz onu. Bir sefer bakıştırdı mı? Ayşe sanatkarların gelir mi? Gözünü kara bakmaca vurur, öyle mi demiyor? Kesin uzak şöyle. Ağır bulacaksın. Kızlar canına böyle. Bir de ağaç size de işbirliği oturmamanız da bakarsın. O şeyi verince de Kızlar ne sizi sorsun? Halal kırdığı halal. Kırkta. Halal kırdığı gibi olmadı o halal. İşmiş gördün mü? Yok, oğlum diyor, ben anlasam yok mu ya? Bana yeter o, ülkemizde ötesinde. Tekrar böyle mi gezdin? Bana mı oluyor bunu? Bak, o şişe basma. Buna aldığımızda askeri tamakka karab oturdular. Buna endi hürmetli Kudagaylar. Bärimiz tanıtıp aldık. Mына өзі тойымызды қалаймыз ақ тілекпен бастағанды. Бүгін мына айтсақ дағы дейді дастандарды. Ал Құдағайлар сіздер үшін әзір екен. Алдияр ағамыздың шаңырағында жайылған дастарханы дейміз. Мына қош келіпсіздер. Бана таныстырып айтып өттік. Біздің құдаларымыздың ағасы Алдияр ағамыздың шаңырағына қош келіпсіздер. Ендігі тілекті құрметті құдалар үлкендерден бастаймыз да бірінші үлкеннен бастайын, кейін сөйлемегенсіздерді сөйлетеміз. Vakti olsun, toyların toygal olsun, arkadaşlar buralarında bir toy olsun, toylarımız vakti olsun, dastırgınların aşk olsun, aldı olsun, arkadaşlar yine toy olsun, soğuşun. Kameracı, siz aytып беріңіз. Mine bugün men жақындығым бар осы қиятқа. Осы елі қиятқа. Қара кеп отырып ұяттайық. Ертіп келді көрсім, ол болсын. Ертіп келді ол болсын менің көрсім. Бір түрлі көріп отырмын ерсі. Құдалар екі жақтың арқасында бас қосып отырмыз. Нағашылардың тойларын құтты болсын, дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Өмірге қадам қойған екі жас бақытты болсын. Бірінші өмірлері ұзақ болсын, бақыттары баянды болсын, дендері сау болсын, күннің шуағындай мейірімді болсын, елге елеулі халыққа азамат болсын, екі жақ тату болсын, ауыз бірлікті болсын, мол тірлікті болсын, мәуелі дарақтан балапан алып отыр, сондай балапан да сондай мәуелі дарақ ұясы болсын. Тағы бір алғандай сөзім бар, арақ ішпей отқандарға. Ешкім ішпейді арақта әркаштықта. Я бір өте кеткен бейбастықта. Ол ашы болса, ол дағы тойдың сәні, ол болмайды тойдың әні. Ол үшін ашылады, көкшілікте жатқан сырлар ашылады. Адамзаттың көңілдірегі алтын сандық өз-өзінен кілтсіз-ақ ашылады. Бұл жерде осал адам жоқ. Мен айтып тұрған мынау, мысал үшін Озат та осы біздің егем атамның, әжеміздің баласы. Озат, сен де қатарыңнан дарасың, ел сыйлаған данасың. Осы бейне тастаумен халыққа қызмет қылып жүрген баласың. Нәсіп болса менің ақ жаулықты анамның тілегі деп ютубқа әдемілеп саласың дейміз. Құдалар тілек қабыл болсын. Сіз нағашыңыз үйіне оңынан да соңынан да келе бересіз. Қысылмаңыз. Тілегіне қосыламыз, кәне құда. Сөйтіп қызды ұзатып ізінен құдасы барыпты. Сонда әлгі құдасы бір Абдулдың құдалар аттан ұстап қыздың әкесі. Өзінің жақын жандарын ертіп алып құдалыққа аттаныпты. Құдасының аулына қызы кеткен. Сонда күн жүріпті, түн жүріпті, құданың ауы жет келмейді дейді. Әкесі Абдулдың ішінде тоңқылдап қоятын, бұл қыз қайқа кеткендер. Бір шөл даладан өтіпті, таулардан өтіпті. Бір кезде алдына дәу теңіз шығыпты, сөйтсе әкесінің көзі шығып кетті, теңізден енді қалай өтеміз деп. Сөйтсе кесі теңіздің жағасында 3 үй тұр дейді, сол 3 үйдің біреуі құданың үйі екен.
Сонымен баяғы құдалар түсіп, абыр сабыр амандасып жатса, қыз жүгіріп келіп, әке деп мойнынан келіп құшақтапты. Сонда әкесі құшақтап атып, ойбай қызым-ау қайда келгесін депті. Сөйтсе қыз айтады, ойбай әке уайымдама, бұл жер нәсіп қылса қала болады депті. Сөйтсе әкесі айтады, ойбай шырағым, мына жер қала болады деген сен де кемпір болады шығасың деген екен. Сол сияқты Аллаға шүкір біздердің қызымыз бөтен емес, өзіміздің туып өскен ауылымызға, кіндік қаным самған жерге, өзіміздің жырық құдық ауылдың басына кетіп жатыр. Мынау тектіден текті туады дейді, тектіден тұқым қуады дейді. Аллаға шүкір өскен өнген әулет құдаларыңызда. Мынау екеуі құда болып жатсыздар. Кімсің Мұқағали Мақатаев атамыз былай деген екен. Үйі бөтен демеймін, күйі бөтен. Жақсы адамдар бар екен, сүйіп өтем. Жамандарды іздемен өзі-ақ табар, жақсыларды табуын қиын екен. Мына сіздерді бір-бірлеріңізбен құда қылған бұл да бір құдайымның сыйы екен дейсіз. Құдалар мың жылдық болсын. Енді біздің ауыл сөз өтпеген, мәкенді жақсы білеміз. Қолдана қойға аша білмеймін мен. Баяғыда бір ағамыз келін апты. Сонда келін апты, қадыққа той беріпті, беташар өткепті. Сол күннен бастап келінне қызындай қарап жанашып отыра келеді. Bir kez Тоқтап тұрыңыздар. Сонда енесі болса енесі, келін ананы істе, келін мынаны істе түртіп қоймайды екен. Ал атасы үнемі сөзін сөйлейді екен. Келін уақытылы шайын ішті ма, уақытылы сериалын көрді ма деп Майрамбек аға. Күнде сөзін сөйлейді екен. Тоқтаңдар. Сырайлы қай. Ағасы, мен айтып алайын. Сонымен баяғы атасы үнемі сөзін сөйлейді. Сонда келіні таңғалады екен, бұл енем қоймайды. Атам менің арам жеді, атам сөзін сөйлейді деп. Сонда бір күні келіні шай құйып отса, енесі шай ішіп отырып, енесі әулеп берді тұрып кетіп қапты. Келіні дастарханның төменінде, атасы төрде қапты. Келіні сұрапты сосын. Ата, үнемі менің сөзімді сөйлейсіз. Үнемі маған жанына сөз. Неге мен арама түсе бересіз депті. Сөйтсе атасы айтады дейді, шырағым, екеуміз болса де бір адаммен алысып жатқан жоқпыз ба деп. Аллаға шүкір, Ұлдан апайда жақсы білеміз, ұлағатты ұстаз, қаншама шәкірт тәрбиелеген. Нәсіп қылса, Ұлдан апай сізде ең бақытты ана болыңыз. Осы жырықтың қалқы Аллаға шүкір өнерді сыйлаған қаны. Оның үстіне біздің Майрамбек ағамыз да, Ұлдан апайымыз да біздер осы асаба болып шықса, ақын болып шықса, бірден бір үлесі тиген жандар осы кісілерді. Енді менің айтайын дегенім, о бір үлкен ұланасы жиында өте баға. Кімсің төрде Абай Құнанбай отырген дейді. Біреу мыңғырған жылқысы мен мыңғырған түйесін айтыпты. Сонда Абай атамыз түңіліп отыр дейді, мына ұрпақ не болып бара жатыр деп. Сол кезде қаридың босағасынан домбырасын өкісі желбіреп Біржан салып өтпеген екен дейді. Сонда Абай атамыздың көзі жарқ ете қапты, Біржан отыра қап жырлаш деген екен. Соны күткендей Біржан да тізесін бүгіп қаридың ішінде домбыраны қағып жеріп Біржан жырлап жатыр дейді. Сонда қариге сыйғаны қаридың ішіне кіріп тізесін бүгіп тыңдап отса, Біржанның әнін сыймағаны қариды айналып тізе бүгіп тыңдап отыр екен дейді. Кімсің Біржан жырлап жатыр, төрде отқан Абай атамыз екі иығы селк-селк жылап отыр екен дейді. Халық түсінбепті, Біржан жырлап жатыр, Абай жылап жатыр. Содан өлең аяқталғанын сұрапты, Абайға неге жылап жатсыз депті. Сонда Абай атамыз айтқан екен, қазақтың әнін айтатын, қазақтың жырын жырлайтын Біржандай азамат қайтадан дүниеге келемеген деп жылап отырмын деген. Сол кезде Біржан сал еліне қайтып, ауылына келгенше аттың үстінде жылап кепті. Ауылына келгенше. Сонда қасындағы ат қосшылар ауылына келіп тоқтап алса, Біржан аға сіз неге жылап келдіңіз дегенде, менің өнеріме депті. Аспандай биік баға беретін Абайдай азамат маған қайтадан жолға мекен деген екен. Аллаға шүкір, бүгін күнің Абайы сіздер болыңыздар, Біржаны мына жігіттер болсын. Құдалық деп, бүгін қуаныш деп, Майрамбек ағамның жақын жандары ел-елден жер-жерден келіп басымыз қосылып жатыр. Мына бүгін мына ауылымыз қонақ жайлылығымызды көрсетіп, ел екенімізді оқытып, орнымыздан тік тұрып сіздердің құрметтеріңізге мынау ауылым деген бір әнді тарту етейік бірінші. Ауылымды тарту етейік сіздерге. Мына өзі барлық жан ауылдың қадір құрметін біліп тұрады. Ауыл десе езу тартып күліп тұрады. Мейлі қайда, мейлі алыс-алыс қалада жүрсек дағы ауылға бүйрегіміз көріп тұрады. Сіздер үшін ауылына. Arayıp
Alandan avul göçmeydi. Avuldan adam göçkende, alandan avul göçmeydi. Ular yegiz emas, saçыңdaje. Ular yegiz emas, siz so'rab atsız qo'y, yegiz var, yegiz emas. Avun koşup baradı, kıldalası boyda. Avun atsan bu kelin aralası var. Avun salgay gittiğinde, yuvarada boyda. Gelin gezip yürüyek amandası var. Ömrümüz saçında şaşınır, bayram orcayda boydum dedim ne zay. Ömrümüz saçında şaşınır, bayram orcayda boydum dedim ne zay. Avun köşüp baradı, kıldalası boyda. Avun atsamız benim aralası var. Avun salgay getirdi, yukarıda boyda. Gezip gezip süreyek amandası var. Ömrümüz saçında şaşınır, bayrak olur faydalı dedim ne zay. Ömrümüz saçında şaşınır, bayrak olur faydalı dedim ne zay. Öksalarım kasırda, kalın kolay oynar. Sol kolaylı panalar, kalın kolaya. Samal ceviz dilbege, ökülürüm oynar. Ömür boyu aytadır elim bolaya. Ömrümüz saçında şaşırır, bayram olur faydalı dedim ne zay. Ömrümüz saçında şaşırır, bayram olur faydalı dedim ne zay. Ömrümüz saçında şaşırır, bayram olur faydalı dedim ne zay. Ömrümüz saçında şaşırır, bayram olur faydalı dedim ne zay. Muhtarsız deydi. Muhtarsız abay emas deydi. Al abaysız muhtar emas deydi. Mına jigitlerdi Allah'a şükür bir-birine sonday qajat janlar. Bugün mına bastары qo'shilib o'tirgan mına anam-mınodun uğusuna tushmaytin, anam-mınodun baqchasına tushmaytin. Bugün mına sizlarga xizmat qilib o'tirib tugel deydi. Ondan har bir kunlarimiz, endi har bir kunlarimiz sen o'tsin. O'zi deydi, bayag'da deydi. Bir to'rda yotgan kelincheklar oldan apay. Bir o'sындай әнші сер жігіттер өлең айтып жатса бір келіншекті тұртыпты. Азай-азай сүйінгенің айна таламаса жоқ депті. Бір келіншек дейді, азай-азай сүйінгенің домбыра тарталамаса жоқ депті. Сөйтсе бір келіншек айтады, Құдай құртса баяғыда қарамай тиіп етпіз деп. Dündüğü oylap dursam şolar eken, alandan bir belene konar eken.
Barında oralından oynada gül, görgende düşmanlardan şay değilsin. Aslında kirigene oymaklara Şigirtti kirişene koymaklara Şegitten algan caray Yaxsı bulsa aldında tılayla oynap durar Şegitten algan caray Yaxsı bulsa aldında tılayla oynap durar Barında oralından oynada gül Kızımı bul çalgandan solar iken Barında oralından oynada gül Kızımı bul çalgandan solar iken Hep söyleyecek misiniz? Бүгінгі мерекеміздің себепшілері екі осылардың денсаулығы болсын, екі жақтың ауызбіршілігі болсын. Той болсын ертең. Жақсылықта болсын. Той деп келейік, той деп жүрейік, тойда кездесейік. Burada cevap veriyorsun ben. Teşekkür ederim. Жиналған себебі сайран жастарға болсын, қандай болса барсын, той қаласын. Апасы дастархандарыңыз ашық, әрдайым тойға келе берейік. Құдашалар қош келіпсіздер, бағана айтып өттік қой. Бас қосып жатқан жастар бақытты болсын иншалла. Алла қаласа шаңырақтарыңызда той болсын. Мен жаңа жерде құдашыға қызмет қылып, өзімнен я камера жоқ, әнші жоқты, біздің бір адам барғаннан кейін өзім үйім есіме түсті сол кезде. Біздер мына енді той десе көденерін табармыз ғой, ақ тілекті ақ көңілмен салармыз ғой. Осылай халыққа қызмет қылып, қырандай қанатты қағармыз ғой. Керек болса үйді де ұмытып кететін ақын деген нағыз халықтың жүрген адамбыз ғой дейікші осы. Өнердегі жүрген өзімнің ағаларым, өнердегі жүрген өзім ұстаздарым, өнердегі жүрген достарым. Бүгін сіздердің құрметтеріңізге бір әдемі әсем әнін айтып берсін. Той қуаныш құтты болсын. Para
жұмбақ болып қалмасын, жеке-жеке айтқызайын. Енді мына Бауыржан аға, сен алдағы келіңіз, мына құрметті ағайындар, қарындасқа тілек деген Бауыржан ағамыздың өзінің бір әдемі әні бар еді. Соны өседі, Нақыл ағам барда, Айгүл апам барда, Ақниет қарындасымызға қарындасқа тілек деген әдемі әнді тарту етейік. Мына өзі Нақыл аға, біздер алыстағы ағайындар жанындағы көршіні алдық дейді. Біздер бір үйде Нақыл аға, Айгүл апа деп өскенбіз. Бүгінгі мына Ақниет қарындасым, сен де ұлы бақыттың қанындасың. Жас өмірің биіктесін, жалындасын. Құдай қосқан қосағымен қосағар, өмірде бағым жасын. Жүзіңнен шаттық, күлкі арламасын. Қарындасыма деген ат тілегін қабыл алсын. Отырып тыңдайықшы. Қасқағым өмір сырғаласын. Қасқағым өмір сырғаласын. Боташым біз келіп баласын. Мінекей көзді ашып жұмғанша, ұяңнан құстай ұшып барасын. Тербетіп ауылыңның даласын, қолақыр екі үйдің арасын. Ойпырмай әніміне дегенше, қалғадай ұзатылып барасын. Апа деп жан-жарыңның анасын, ата деп жан-жарыңның әкесін. Оларды өзіңдей көру еткені, өзіңде сондай ана боласың. Ағылпа тазадайын арыңды, сыйлағын сүйіп қосқан жарыңды. Тастай бар судай сіңіп еліңе, алдыңнан тәңір ашсын бағыңды. Тербетіп ауылыңның даласын, қолақып екі үйдің арасын. Ойпырмай әніміне дегенше, қалқатай ұзатылып барасын. Апа деп жан-жарыңның анасын, ата деп жан-жарыңның әкесін. Оларды өзіңдей көру еткені, өзіңде сондай ана боласың. Оларды өзіңдей көру еткені, өзіңде сондай ана боласың. Ақниет папасын қатты жақсы көретін еді. Папасы сол мен айтайын дегенде Асқатауда әкесінің құрметіне, біз Нақыл ағамның құрметіне, осындағы барша Асқатау әкелерінің құрметіне әке туралы әнді болсын. Өзі мына құрметті ағайындар, қызды дейді, Нақыл аға, қызды бағасын, қағасын дейді, қанатқа қақтырмайсың, тұншықтыға шоқтырмайсың, оқытасың, тоқтасың, өзі реті келгенде өз ұясына өз қолыңмен ұшырасын дейді. Бүгін мынау сол күнге жеткерген Аллахымызға мың шүкір. Сіз де Асқатаудай әке, сіз де Ақжаулықта анасы бар Ақниетта бақытты біздің отамызда. Әкеміздің құрметіне әке туралы ән болсын. Күзде жүрсе де бізді ойлап көзілетін, өр мінезі жарасар өзіне тым. Қабағынан қаталдық байқалса да, жүрегінен жұмсақтық сезілетін. Әкеден биік бармадам, тау толғасына таңғалам. Жан гүлін арнаған, тағдырын бізге арнаған. Әкеден биік бармадам, тау толғасына таңғалам. Жан гүлін арнаған, тағдырын бізге арнаған.
айтам қасиеттер үшін мен ол жандарда болмайды намысым кем қасіреттің шырмауын білдірмеген қасиеттің тойына бәрісінген әкеден биік бармадам ауылғасына таң қалам жан гүлін арнап анама тағдырым бізге арнаған әкеден биік бармадам ауылғасына таң қалам жан гүлін арнап анама тағдырым бізге арнаған жан гүлін арнап анама тағдырым бізге арнаған. Тойымызда бас тастап жүре берсін, арқылаға қуанышыңыз қуанышқа жалғаса берсін. Алла қаласа осы құдаларыңыз сізді құдам деп танып берсін, ақ тілегін ақ көңіліне салып берсін. Нәсіп болса көп ұзамай Абылайда бір келінді дөбелетіп алып берсін. Қыз ұзатқан адам, өзі үш қыз ұзатқан адамның орны жәннатта дейді, біздің мұсылмандар сөз бар. Аллаға шүкір, қыз ұзатқан адам дейді, қайта жыламау керек, қуану керек екен. Қызды кетпей қалған адамдар жылау керек дейді. Арқылаға бүгін көпті жиып той беріп жатсыз. Баяғыда бір ағамыз қыз ұзатыпты, көңілі бос екен. Көңілі бос екен, тойдың басында жылапты енді. Көңілі бос жылаған. Сөйтсе тойдың ортасында тағы жылапты. Көңілі бос енді. Сөйтсе той бітіп жатыр, қызы кетіп жатыр, құдалар улап-шулап алып кетіп жатыр. Сөйтсе ағамыз тағы жылапты. Өлгенше жылапты енді өзі. Сөйтіп үйіне қайтып кепті, тойды аяқтап. Тойды аяқтап үйіне кезін тағы жылапты. Сөйтіп жылап ұйықтап қапты. Сөйтсе әйел айтады дейді, ой жаным неге жылай береді десем, ұйқысы келіпті ғой. Ауыларында шаршап неше күннен бері ұйқысы келіп жүрген. Тойға аласа берсін болсалар. Өзі мына нәсіп болса әрбір шаңыраққа әрбір ата-ана ұлы өссе, жақсы жерде ұлым қыз алса деп армандайды деген. Қызы өссе, қызым жақсы жерге барса деп армандайды деген. Ал ұл мен қызды үйлендіргеннен кейін немере сүйсем деп армандайды деген. Алла қаласа сол барлық армандарыңызға жетіңіздер. Алла ой жазсын. Бұны да бір көтеріңкі көңіл десін, бұл да бір есте қалар өмір десін. Алла қаласа шаңырақтарыңызға жақсы бір келін келсін дейміз. Сіздің құрметті ән айттыңыз ба? Енді мына жерде құрметті құдалар, құрметті құдағайлар, мына өзі бүгін мына ұлдан апай осы анамыздың қуанышы құтты болсын. Осында отырған барша аналардың құрметіне бір асыл ана деген әнді тарту етпекшіміз. Майрамбек ағамнан сұрадым, әке туралы ән айтайық па деуім, жоқса апайыңыз забыр емес, ана туралы айта берші. Аналардың құрметіне қашан құрмет демейді енді. Ақшашыңның әр талына қарызбын, еш нәрсемен өтелмейді парызым. Жауаптымын жанарыңнан сырғанаса тамшы жас, маған бәрі сын. Ауырмашы, аман жүрші, көз алдымда көрініп, арамыздан ұзамашы бөлініп. Көңіліне баяу төсе шырылдайдай жүрегім, жаным егіліп. Асыл ана жаулығы жіберген, асыл ана жүрегі елжіреген. Асыл ана жаулығы жіберген, асыл ана жүрегі елжіреген. Ақ тілекшім ақ жол
жүректі анашым дәйек болып қабағыңды бағасын сана айналып өтсем дағы таба алмаспын әлемнен сендей жанашыр естисем де аңсатады алақаның аялы еске салып сәби күнді баяғы айналайын деген сөзің жүрегімде анашым мәңгі қалады асылады жаулығы жебелеген асылана жүрегі ержіреген асылана жаулығы жебелеген асылана жүрегі ержіреген асылана жүрегі табанның астында дейді жұмақтың кілті ананың табан астында. Сол аналардың құрметіне ана туралы тарту етіп жатырмыз. Кейін Ұлдан апай айтты маған, Ұлдан апай Тынышбекжан деді, біздің Мәкең құрметіне бір әкеліп бар жіберші деді. Құрмет қабыл алайын. Енді екі ортада бір ашаматай болып жүрмін, білемін, мен екеуі менің атысып жатыр қазір. Бүгін деді, біздің Мәкеңнің де қуанышты күні деді, әке туралы болсын деп жатыр. Бәрімізге бұның бәрі, Аллаға шүкір, ұлы өсірдіңіздер осындай асқар талай әкелі бұл қуанышты күндеріңізде сіздерге тарту етіп жатыр. Ән көңілдің ажары дейді. Ән көңілдің ажары дейді. Әке туралы осындағы барша асқар талай әкелеріміздің құрметіне. Рахмет. Бізде жүрсе де бізді ойлап көзілетін өр мінезі жарасар өзіне там қабағынан қаталдық байқалса да жүрегінен жұмсақтық сезіледі әкеден биік бармадам тау тұлғасына таң қалам жан гүлін арнаған тағдырым бізге арнаған әкеден биік бармадам тау тұлғасына таң қалам жан гүлін арнаған тағдырым бізге арнаған алғыс айтам бас ием бәрі үшін мен ол жаңбарда болмайды намысым кем қасіреттің шырмауын білдірмеген қасиеттің бойына бәрі сіңген әкеден биік бармадам тау тұлғасына таң қалам жан гүлін арнаған тағдырым бізге арнаған әкеден биік бармадам тау тұлғасына таң қалам жан гүлін арнаған тағдырым бізге арнаған жан гүлін арнаған тағдырым бізге Енді мынау құрметті құдалар, құрметті құдағалар, мынау қуанышымыз арнамыз. Мына өзі Майрамбек баяғыда бір асқар таудай әкеміз жолда жол жүріп келе жатып баласынан сұрапты ізіндегі. Балам депті, көзіңе қарап жүр депті. Сонда ізінде келе жатқан баласы, әке,
өзің көзіңе қарап жүр депті. Сонда әкесі түсінбей арқасына қарапты. Сонда баласы айтқан екен, әке, мен сіз келе жатқан ізбен келе жатырмын деген екен. Аллаға шүкір olsun, із басар ұлдарыңыз аман болсын. Шаңырақтарыңызда той болсын. Енді менің айтайын дегенім, бізді де өнерпаз деп ұғарсыздар, төрімізде құда болып тұрарсыздар. Құдаларыңыздың шаңырағында жақсы ниет болса, жият басын бұрарсыздар. Ал енді бүгін құдалық кешке дейін бізден бірге сауық сайран құрарсыздар. Мынандай әсем әнмен ішіп отырсаңыздар, құдағайлар ешқашан мас болмайтын шығарсыздар дейміз. Сол үшін Берсеңіздер да? Басы өзің кет ол. Одан апай, бір ата-ана армандайды, ұлы өссе жақсы жерден қыз алсам деп армандайды. Қызы өссе қызым жақсы жерге барса деп армандайды. Ұлын үйлендіргесін немере сүйсе деп армандайды. Адамзаттың арманын таусылама, армандарыңызға жетіңіздер. Мынау аяғында бір ата-анамыз армандайды Майрамбек аға. Bir келін алсам, бір шаңырағыма жақсы келін келсе деп. Сөйтсе Алла арманына жеткеріп, жақсы келін кетті шаңыраққа. İnşallah bu жақсы келін кетті, халыққа той беріпті дүбірлетіп. Беташарын өткеріпті, сонымен азанда тұрып келіні самауырмен шай береді дейді атасымен енесіне. Әлбетте тұрып самауырмен шай береді дейді мәке. Сонда атасы айтады, мына ыстықта келін самауырынға күйіп, енең екеуміз бір шайнек шайға қанамыз ғой десе, келін айтады, ойбай ата, самауырының шайы басқаша болады дейді. Соның баяғы бір самауырын шайды азанда берген, әлбетте та бір самауырын шайды беріп жатса, енесі ішіп отырып, енесі келін болдым депті. Сөйтсе келін, ойбай, ене ішіп қойыңыз, обалы бар деп. Сөйтсе енесі ішіп отырып, бір кезде ененің аты ене да, келін обалы болса өзің іш әулеп көрдіп тұрып кетіп қапты. Сөйтсе атасы біздің мәкеңнің зығын ақ көңіл кісі, ешкімнің сөзін көңіл қалдырмайтын. Ішіп отыра беріпті. Bir кезде келін бізді болдық-ау депті. Сөйтсе, ойбай, ата ішіп қойың, обалы бар депті. Сонда атасы ішіп атыр дейді, былай жан бастап ішті, бір самауырын шай таусылама. Bir кезде атасы шыдамапты. Келін деп, бізді болдық депті, болдырдық депті. Сөйтсе, ойбай, ата ішіп қойың, азғантай қалды, обалы бар депті. Сөйтсе, атасы айтады, ойбай, шырағым, шайым обалы бар да, атаң обалы жоқ па? Қойға кеткенше шай ішесізден. Апай, ол асығыз уақытым болып қалды, тұрып кетеді ол сабаққа. Асықпайсыз ғой мәке. Мәні мен айтасыз ба? Иә, айтасыз. Обалы жоқ. Жайнамызды басын алып жүріп отырдық. Тиго, іреккеттірді, мәкеңі мен ұлдан апап қосылсын. Сәр жерге апап айтсын. Бөпкеде қалмасын. Қонша осы сөйлер. Дастархан кейінге жайдай берсін. Мына 2 жас қой, 2 жас бақытты болсын. Насылдарыңыз әдетті келін болсын біздерге. Күйеуғаларыңыз әдетті күйеуғалар болсын біздерге. Құдаларымыз мәңгілік болсын да. Қалдар бақытты болсын. Мына құрмет бассын дейді. Бұл да бір мына қуанышты көңіл еді. Сізді мақтайды отырмын. Бұл да бір есте қалар өмір еді. Біздің Бодыбай ағамыз аузын ашса, ар жағынан жүрегі көрінеді. Солай ма? Солай. Бодыбай аға, осы бүгін мына бір құдасыйды той думанды бастадыңдар. Құдамыз деп бір-біріңді қостадыңдар. Ал енді ауылда шырылдап жүрген бір ақынның өткендердің қойын қоспадыңдар. Жастар бақытты болсын, денсаулықтары мықты болсын, жақсы келін, жақсы күйеу болсын. Осы дастарханда отырған адамдардың осы күлкісі дым тиылмасын. Осы айтылып жатқан жақсы тілектердің бәрі Алланың құлағына шалсын, періштенің. Дендеріңіз сау болсын, келіндеріңіз құтты болсын, сіздерге күйеулеріңіз құтты болсын. Береміз, бақытты болсын, жасай жүре беріңіздер. Жақсы болсын. Бұрыннан да құдаға етіп Сіз жоқ аспаны, тілекті айтып барайық. Мына сәрсенбіде тілек қабыл болсын. Мынау дей алмаймын, сізге де бөтенсіз ғой. Көздеген мақсатыңызға жетерсіз ғой. Осындай кең пейіліңізбен өмірден бақытты болып өтерсіз ғой. Мен жырыққа көшіп келгелі сізден байқағаным нағыз дабыраның адамы екенсіз ғой. Мына көшін бастап келіп отырған біздің Майрамбек ағамыздың тілегін естіген құдасының шаңырағына. Жайлы болсын, жалықтарыңыз құтты болсын, дастархандарыңыз әрдайым жақсы күндерге осындай тойларға жайылсын. Негізгі себеп мына балдарымыз ғой. Балдарымыз бақытты болсын, келісті келін болсын, керемет күйеу болсын сіздерге. Бақытты болсын балдарымыз. Барларыңызда үйлеріңізде осындай тойларға жеткізсін.
Toylar bola bersin, toy qolasın. Бүгін Майрамбек ағамыз қуанышты күн. Ақ тілегін ақ көңілмен толғайды. Құда деп бізді қолдайды. Бүгін төрімізге қыдырдай боп орнайды. Менің бір білетінім көптің ортасында жүр. Майрамбек ағамның тәрбиесін алған бала ешқашан жаман болмайды. Енді шанамыз. Мәкеңді көп мақтап жүрме, өзім апайға өтекші. Бек жады аналық тілегіңізді ақтаңыз. Söyle Şemil. Sınav kesin sınav. Bir minut. Осы екі жастың бақыты үшін жиналып отырған алыс жақыннан келген жалпы қауым барлықтарыңызға осы бүгінгі той құтты болсын. Осы тойдың себепшісі болып отырған балам мен келінімнің бақыттары баянды болсын. Өмірі ұзақ болып, әрқашан тату-тәтті, үбірлі-шүбірлі болып, елдің бір қалаулы азаматтарының сүйікті бір отбасылардың бірі болып жетісе берсін. Мінекей Алдиярдың үйіне келіп отыр екенбіз. Айгүл дастархандардың әрдайым осындай қуанышты күндерге, той мерекелерге, қыз жату, келін сүру тойларына жайыла берсін. Әрқашан дастархандарымыз жеті жиналасын, ортасы күлкі ойын, күлкіге толы болсын. Құдалықтарымыз мыңжылдық болсын, жастар бақытты болсын. Қалай тосып берген, қалай тілек берген, бүгінгі тілегі мен үшін басқаша болды. Апай бізді, мына сіздерді құда деп танып жатыр. Аққудай болып қанатын қағып жатыр. Бүгін құдағай болып көптің ортасында бір бағы жанып жатыр. Ал енді апай да бір көреген жан ғой. Өзінің оқытқан шәкірттерінің ішінен ең пысығын таңдап бағады. Başlangıçta çok kalma var.